Баршаңызға қайырлы күн. Дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық немесе күнделікті дастарханға арналған дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бұл салатты сіздер күнделікті дастарханға немесе жаңа жылдық мерекелік дастарханға да әзірлеулеріңізге болады. Құрамы өте жеңіл және өте оңай дайындалады. Барлық ингредиенттерді мен төменгі описанияға жазып кетемін. Ең алдымен салатымызға қажетті барлық қоспалардың барлығын ұсақтап, төртбұрыштап, пышақпен әдемілеп осылай турап аламыз. Барлығын әдемілеп, төртбұрыштап турап болғаннан кейін салатымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін бізге арнайы салатты жинайтын формамыз керек болады. Формамызға ең алдымен біз қақталған тауық етін саламыз. Тауық етін салғаннан кейін бетіне әдемілеп майонезді жағып, екінші слойға біз туралған картопымызды саламыз. Картоптың үстіне майонезді жағып, қасығымызбен майонезді жан-жағына сіңдіріп жағып аламыз. Картоптың үстіне келесі қатарымызға тұздалған қиярды салып, үстіне тағы да майонез жағамыз. Осындай ретпен барлық ингредиенттерді майонез жағу арқылы бірінің үстіне бірін салып, слой арқылы осылай салатымызды дайындаймыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай сәбіздің үстіне майонез осылай қатар-қатар жүре береміз. Ең соңында жүгері салғаннан кейін, менде консервированный жүгері, оның үстіне біз туралған жұмыртқамен, ең үстіне сырмен әдемілеп осылай көркемдейміз. Сіздер бұл салаттың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көк шөппен әсемдесеңіздер де болады. Бұл салатты сіз жаңа жылға немесе басқа да мерекелік дастарханға қойсаңыздар болады. Салатымыз өте дәмді және сіздермен бірге болған қарлыға дәмдік кеңестер каналында кездескенше ас болсын.